Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін білім класс платформасында интерактивті сабақты қалай құрастырамыз, және де білім класс платформасының ішіндегі сабақтарды оқушыларға қалай жібереміз, осы бойынша тоқталатын боламын. Ол үшін өзіміздің білім класс платформасының ішінде білім класс бөлімінде сіздерде менің сабақтарым деген бөлім бар. Осы жерге өтеміз. Осы жерге ашсаңыздар мынандай болып, бізде информатика автоматты таңдалып тұр. Сіздерде таңдалмайтын болса, соның ішінен өздеріңіз пәндеріңіз тауып алатын боласыздар. Мына жерде қарапайым интерактивті сабақ таңдаймыз. Классымыз таңдаймыз. 7-ші класс, барлық 90 дегенде тұра берсін. Сосын интерактивті сабақтар жинағы деген шертеміз. Осы жерден маған мендегі тақырыптар менің пәнім бойынша көрініп тұр, 7-ші класс бойынша. Енді бұның ішінде басқа да әріптестердің құрған сабақтары, ішінен өзіміздің сабағымыз сәйкес келетін тақырып бар болатын болса, осыны өзімізге жүктеп алып сабаққа қолдануға болады. Менде енді менің тақырыбым сәйкес келетін сабақ жоқ, бірақ та мен біреуін жүктеп көрсетемін. Мысалға, кез келген сабақты ашып өзіміз қарауымызға болады. Тапсырмаларын қарап, менің сабағыма қолдануға келеді ма, оны қарап аласыздар. Бірнеше тапсырмалар тұр ішінде, барлығын қарап барып, өзіме ұнағанын ғана жүктеп аламын. Мысалға, осыны жүктеп алатын болсам, сабақты өзіме көшіру. Осыны басамын. Жоғары жағы шықты. Бұл жұмыс сіздің сабақтарыңызда сақталды деп. Енді бұны қайдан қараймын? Қайтадан менің сабақтарыма барамын. Осы жерде көшіріп алған сабағым тұр. Мына астында автордың аты жөні жазылып тұр. Мысалы, өзімнің құрастырғаным, онда еш жазылып тұрған жоқ. Енді осы сабақты ары қарай өз сабағыма салуыма болады. Енді мен бұны салмаймын. Енді және де бұл сабақтың үстіне алып барып, өзіміз өзгерсеңізге болады. Редакциялауды бассақ, осы өзге әріптестің орындаған, құрастырған тапсырмасының ішінде керек емес тапсырмасын алып тастап, керегін арманға толықтырып қолдануыма болады. Енді одан бөлек мен өзім дәл осындай қылып интерактивті сабақты құрастыра аламын. Ол үшін сабақты қосу батырмасын басамын. Осы жерден пәнімді таңдаймын. Информатика. Сыныпты таңдаймын. Тілді таңдаймын. Және сабақтың түрін таңдаймын. Маған интерактивті сабақ. Осы жерден жаңа интерактивті сабақ құрастырғалы отырмын. Соны таңдаймын. Арман қарай құру. Маған дәл жаңағыдай сабақ құратын бет ашылатын болады. Сабақ құратын бетім ашылды. Осы жерге тақырып жазамын. Арман қарай мына жерге мақсатын жазамын. Оны мен компьютердегі дайын мақсатымды көшіріп қоятын боламын. Енді мына жерде сабақтың мазмұны келесі. Мына жерге қарап отырсаңыздар. Енді конспекті барған кезде мына жерге өзім мәліметімді көшіріп қоюыма болады, теріп жазуыма болады. Мына жердің батырмаларда соларды нөмірлеп, маркерлеп. Енді одан бөлек тақырыпқа байланысты мына жерден сурет кірістіруіме болады. Қажетті бір суретімді кірістіріп қоюыма да мысалға болады. Мен кірістіріп қойып көрсетем. Осындай қылып көрсете аламын. Енді одан бөлек мына жерде видео. Мына жерге мен видео сілтемесін де қоя аламын. Мен қазір ютубтағы видеоның сілтемесін қойып көрсетемін. Сақтау сеп. Менің видеом сақталды. Бүгінгі тақырыпқа байланысты мен видеоны салдым. Енді арман қарай файл қосуды басып, қажетті файлымды, тапсырмаларымды осы жерге қосып қойсам да болады. Тақырыпқа байланысты қажетті қосымша мәліметтер сала аламын. Одан бөлек енді арман қарай тапсырма қосуды басамын. Басқан кезде жаттығу түрі. Конспекті, ашылмалы тізіммен жаттығу, бір дұрыс жауабы жаттығу,
бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу дейді. Мен мысалға бір дұрыс жауабы бар жаттығу таңдадым, құру. Енді мына жерге сұрақ қоямын. Енді ары қарай бұл жерге де файл қоса аламын, өзім білеме. Енді жауап нұсқаларын қосамын. Бір дұрыс жауабы бар, тапсырма дедім мен. Міне, жауап нұсқаларын қосамын. 2-3 жауапты ашып алдым. Осының ішіне дұрыс жауабымды жазамын және сол бойынша қате жауапты, дұрыс жауапты белгілеп қоятын боламын. Менің дұрыс жауабым міне мынау, белгілеп кетемін. Енгіздім. Сақтаймын. Сақтап отырамын. Өйткені сақталмай қалса, жауап жасайтын болсақ, құрған тапсырмаларым сақталмай қалатын болады. Бірінші тапсырманы жаздым. Дәл осындай қылып, екінші тапсырманы құрамын, таңдап отырып. Осылай қылып, бірінші тапсырмамды құрып алатын боламын. Барлығын құрып болғаннан кейін, алдын ала көру арқылы тапсырмамды көре аламын. Міне, мына жерден тақырыбым шықты, мазмұнның ішіне бассақ, жаңағы менің видеом ашылады. Осы жерден видео арман қарай көре алады оқушы. Арман қарай тапсырмаларымды оқушы орындай алады. Оқушының алдында міне осындай болып көрінеді. Алға деп келесіп жүріп өтіп, ең соңында мына жерден оқушының аяқтауды басқан кезде оқушының неше тапсырманы орындағаны, неше пайызын орындағаны көрініп тұратын болады. Енді біз бұл дайындаған сабақтарымызды қалай қосамыз? Енді менің сабағым дайын сабақ емес, бірақ мен қазір басқа сабақты қосып көрсететін боламын. Ол үшін біз мұғалімге бөлімінің ішіндегі КТЖ-ға барамыз. Мен 7-ші А класын таңдап отырмын. Екінші жартыжылдық, екінші топ. Менде ертең мысалға 20-сы. Осы жердегі міне жоғары жағына қарасаңыздар интерактивті сабақ деген бөлім тұр. Осы бөлімнің қасындағы ертеңгі күнге плюс белгісіне шертемін. Сабақтың түрі. Интерактивті сабағым менің дайын болмай қалып тұр. Осы жерден таңдап арман қарай қосуға болады. Интерактивті сабағымда мен қазір білім ленттің ішіндегі сабақты қосып көрсететін боламын. Білім лентті таңдаймын. 90-ды таңдаймын. Менде 3-ші 90. Сабақтың түрін таңдаймын. Сабақтың тақырыбына барамын. Осы жерден менің тақырыбымды қараймын. Күрделі шарттарды программалау деген тақырып бар екен. Бірінші сабақ, екінші сабағында тұр екен. Мен қазір енді ертең бірінші сабағын қосамын. Күрделі шарттарды программалау, бірінші сабағын таңдадым. Сақтау. Міне жерде сақталып тұр. Енді бұл бізде ары қарай қалай көрінеді? Білім классқа барамын. Менің кестем. Мен 7-ші классқа қостым. Міне яқта видеоконференциямда дайын тұр. Мониторингті сабақтың соңында қарай алам. Оқушылар мониторинг көрініп тұратын болады бізге. Міне енді мына жерден сабақ бөліміне барған кезде міне оқушылар осы сабақты рет-ретімен қарап, өздері тапсырманы орындай алатын болады. Мен осы бойынша, мысалға ертеңгі сабағымды осы бойынша қолдануыма болады. Міне сонда біз ертеңгі сабақ видеоконференциямызда міне біздің білім ленті сабағында дайын қолдануымызға болады. Осылай қылып, өз пәндеріңіз бойынша сабақтарыңыздың тақырыптары сәйкес келсе, қосып дайын сабақтарды қолдануға мүмкіндік бар. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.